Ифтихар әлі де анамен әсем әлі де. Қайырлы күн қымбатты аналар, ақ жаулықты әжелер, ардақты ұстаздар. Бұзған емес қадір тұтқан бабалар, аналардан туған небір даналар, ана деген тіршіліктің тірегі, армысыздар қасиетті аналар. Барлығымызды көктемнің алғашқы мейрамы 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймыз. Әрқашан дендеріңіз сау, көңілдеріңіз жайдарлы бола берсін дейміз. Олай болса, қонаққа келіп отырған қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы облысы Іле ауданы филиалы аналарына сөз беріледі. Ортаға осы қоғамның Іле ауданы бойынша аналар кеңесінің басшысы, профессор, ардақты ұстаз Аян Ахметова апайымызды шақырамыз. Және осы қоғамның Іле ауданы бойынша төрайымы Тамила Сапарғайырды ортаға шақырайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті жас ұландар, жас жеткіншектер, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, бәріңді қуанышты күндерімен құттықтаймыз. Бірақ көңілдеріңіз арасында көктемдей болсын. Көктемді Алла тағала тезірек жеткізуге, көктемдей құлпыруға, көктемдей қалуға нәсіп етсін деп тілеймін. Бір өзің ғанасың ай, жаратқан аналарды, ғұмырын баян етші, өсірген ұрпағыңның алдында аяу. Жағдайым сен түсін